Ал енді геометрияның тақырыптарына тоқталайық. Олардың ішінде тригонометриялық функциялар. Былайша айтқанда, синус, косинус, тангенс, котангенс дегендеріміз не, және оларды физикада қалай қолдануға болады, және қалай қолданамыз. Ең бірінші синус, косинус, тангенс, котангенс дегеніміз бізде мына тікбұрышты үшбұрыштарға байланысты шыққан. Мынау бізде бір тікбұрышты үшбұрышымыз, мына қабырғасы А, Б, С, мына бұрыш бізде альфа болсын, А қабырғасына қарсы жатқан бұрыш бізде альфа болсын. Және де қасына тағы да бір мынандай, мына бұрышы тік. Екінші бір үшбұрышсыз қояйық. Мына қабырғасы X, Y, мысалы Z. Бұның да мына бұрышы, мысалы X қабырғасына қарсы жатқан бұрыш, ол да альфа. Мысалы мына бұрыш қандай болса, мына бұрышта дәл сондай болсын. Мына 30 градус болса, мына да 30 градус. Екеуі де альфа деп береді. Енді үшбұрыш қандай болса да, үлкен болсын, ол кішкентай болсын, мүмкін өте үлкен болсын, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Егер олардың бұрыштары бірдей болған болса, сәйкес қабырғалардың бір-біріне қатынасы үнемі тұрақты бір санға тең болып шыққан. Мысалы біз мына альфа қабырғасына қарсы жатқан А қабырғасын С қабырғасына бөлсек, үнемі бірдей сан шығады. А-ны С-ға бөлдік, бір сан шықты. X-ті Z-қа бөлеміз, дәл сондай сан шығу керек екен. Сонда синус, косинус дегендеріміз не? Ол тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрыш үшбұрышта үш қабырғасының да аты бар. А қабырғасы, Б қабырғасының атын біз катет деп айтамыз. Себебі ол 90 градусқа іргелес жатқан екі қабырғаны, бір-бірімен 90 градус құрып тұрған қабырғаны катеті, және 90 градусқа қарсы жатқан қабырғаны біз гипотенуза деп айтады екенбіз. Және де мына бұрыш белгілі болса, альфа бұрышына қарсы жатқан қабырғаның атын біз қарсы катет деп айтамыз. Альфа бұрышының іргесінде тұр мына. Демек, Б қабырғасы іргелес катет деп аталады екен. Енді біз синус дегенге анықтама беру үшін, мына альфа бұрыштың синусы деп, біз осы бұрышқа қарсы жатқан катетті гипотенузаға бөлуді айтады екенбіз. Сонда қарсы катет бөлу гипотенуза. Қарсы жатқан катетті гипотенузаға бөлгенге тең шаманы біз сол бұрыштың синус деп атаймыз. Демек, мына бұрыш бізде 30 градусқа тең болған болса, біз А қабырғасының ұзындығын С қабырғасының ұзындығына бөлсек, 0,5 деген сан алады екенбіз. Ол тұрақты. Ол бұрыш үлкен болсын, үш бұрыш үлкен болсын, кіші болсын, бәрінің мәні бір. Егер X-ті Z-қа бөлсек, ол жерден де дәл сол мәнді алуымыз керек екен. Ал енді косинус дегеніміз не? Косинус дегеніміз, ол керісінше іргелес жатқан катетті гипотенузаға бөлсек, ол бізде сол альфа бұрыштың косинус деп аталады екен. Іргелес катетті гипотенузаға бөлеміз. Бітті. Осын жаттап алуымыз керек. Енді ары қарай, тангенс дегеніміз не? Мұнда жазайын. Альфа бұрыштың тангенс деп, мына қарсы жатқан катетті іргелес катетке бөлгенге тең шаманы айтады екенбіз. Қарсы катет бөлу іргелес катет бітті. Котангенс альфа, осыған керісінше іргелес катетті қарсы катетке бөлеміз. Осы төрт анықтаманы міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Синустың не екенін білуіміз керек, косинустың не екенін білуіміз керек, тангенс, котангенс төртеуін де міндетті түрде біз білуіміз керек екен. Енді бұны физикада есеп шығарғанда қалай қолданамыз? Физикада қарсы катет, тікбұрыш, үшбұрыш деген нәрселер айтылмайды. Тек қана есеп береді. Мысалы ретінде мынандай есеп. Өзеннің ені 80 метр. Адам өзенді перпендикуляр бағытта жүзіп өту үшін жүзіп келе жатқан кезде ол, былайша айтқанда, өзінің бағытын 60 градусқа бұратын болса, мысалы ретінде адам А нүктесіне тұр. Ол мына Б нүктесіне баруды жоспарлайды. Перпендикуляр бағытта жүзіп өтуге тырысады. Өзен былай қарай ағып кетіп бара жатыр. Сол кезде ол өзеннің ар бетіне жүзіп бара жатқан кезде өзеннің ағысы оны 60 градусқа бұрып жіберетін болса, мына бұрыш бізде 60 градусқа бұрып кететін болса, адам С нүктесінен шығып кетеді.
адам А нүктесіне тұрған адам Б нүктесіне бару жоспарлайды. Ағыс оны 60 градусқа ығыстырып алып кететін болса, адам маркердің басы, мынау адамның басы, мынау адамның аяғы. Адам өзенге секіріп түседі, былай қарай жүзем деп ойлайды. Ағыс оны былай қарай ығыстырып алып кете береді. Егер адам жүзбесе, сол күйі кете береді. Енді адам алға жүреді, ағыс жанына қарай ығыстырып кетеді, сол үшін адам былай қарай жүзіп кетіп бара жатыр. Адам да былай да жүзбейді, адам былай қарай жүзіп барады. Жаға қарай кетіп бара жатырмын деп ойлайды, бірақ ағыс оны ығыстырып алып кетеді екен. Енді бізде былай нәрсе сұрау мүмкін. Адамның жағадан жағаға орын ауыстырған кездегі ығысуы қанша? Адам Б нүктесінен шығуды жоспарлайды, мысалы А нүктесінен Б нүктесіне қарай келем дейді. Бірақ ол С нүктесінен шықты. Демек, Б-дан С-ға қарай қанша метр ол орын ауыстырды дейді. Өзеннің ені 80 метр жаңа айтқандай. 80 метрдің А-Б-ның арасы 80 метр. Біз не көріп тұрмыз? Біз тік бұрышты үшбұрыш көріп тұрмыз. Мына тік бұрышты үшбұрыш. Демек, 60 градусқа мына өзеннің ені 80 метріміз іргелі шыққан катет болып тұр. Бізге ығысуын тап дейді. Демек, Б нүктесінен шығу керек, С нүктесінен шықтық. Демек, қанша метр ары кетіп қалдық біз мына тұрған жағадан, қанша метрге ары кетіп қалдық. Мысалы, X дейік, осы X табу керек. Не істейміз? 60 градусқа іргелі шыққан катет бар, және табу керек нәрсе осы 60 градусқа қарсы шыққан катет болып тұр, тікбұрышта. Демек, іргелес катет пен қарсы катеттің байланысын іздеуіміз керек 60 градуспен. Мына жерде гипотенуза, мына жерде катет, мына. Немесе тангенс, немесе котангенспен табуымыз керек. Тангенспен таба салайық. Так, тангенс 60 градусқа мәні қанша? Түбірасты 3. Кеттік, тангенспен табайық. Тангенс 60 градус, ол бізде мәні түбірасты 3-ке тең. Енді қараймыз. Тангенс дегеніміз не? Қарсы катетті, мына X-ті іргелес катетке 80-ге бөлеміз. Сонда тангенс 60 градус тең болады X бөлінген 80. Өзеннің еніне басыны бөлеміз. Так, енді тангенс 60-тағы мәні түбірасты 3 демек, түбірасты 3 тең болады X бөлінген 80. Мына тангенс 60 ол бізде түбірасты 3-ке тең. Осы жерден X табамыз. X тең 80 көбейтілген түбірасты 3. Так. Енді түбірасты 3-ті калькулятормен шығара салайық. 3-ті түбірасын алсақ, жуықтап алғанда 1,73 шығады екен. Сонда 80-ді көбейтеміз 1,73-ке. Так, 1,73-ті. Так, 1,73-ті көбейтеміз 80-ге. 138-де 4. 138,4 метрге ығысады екен. Өзеннің ені 80, адамның ығысатын арақашықтығы 138,4 метр екен. Демек, адам егер Б нүктесіне қайтып келу керек болса, жаяу С-дан Б-ға қарай 138,4 метр жүріп келеді екен. Синусты осылай пайдаланамыз. Және де тағы да бір айтып кететін нәрсе. Егер біз қандай да бір күшті не болмаса бір дененің жылдамдығын проекциялау кезінде осы анықтамаларды пайдаланамыз. Мысалы, қандай да бір OX осінің бойында бір арбаша тұрған болса, және осы арбаны біз қазір қандай да бір күшпен тартамыз. Мысалы ретінде, осы X осіне қандай да бір 60 градус бұрыш жасап, X осіміз осы бұрышқа 60 градус бұрыш жасап, 10 ньютон күшпен тартып келе жатырмыз арбаны. Бізден сұрайды, осы арбаға әсер ететін X осінің бойындағы күштің проекциясын тап дейді. Күштің өзі бұлай, сәл жоғары қарап сүйріп бара жатыр. Арба алға жүріп бара жатыр. Енді арбаға әсер ететін күштің X осіндегі проекциясын тап дейді. Проекция дегеніміз былайша айтқанда X осіне жүргізілген перпендикуляр, F күштің соңынан перпендикуляр түсіреміз. Демек, мына басынан перпендикуляр мұнда түсті. Демек, мынау бізде F күшінің осы X осіндегі проекциясы. Қазақша тілмен айтқанда көлеңкесі. Егер біз қандай да бір жазық жерге мынандай бір таяқшаны қойып қоятын болса, төбеден мысалы күн түсіп тұрған болса, жерге оның көлеңкесі түседі. Осы көлеңкені біз проекциясы деп айтады екенбіз.
Енді осы проекцияны табу үшін не істейміз? Қайтадан бізде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мына жерде бізде тікбұрышты. Енді ары қарай мынау F күшіміздің өзі дәл қазір гипотенузаның рөлінде тұр. Мынау бізде проекциямыз 60 градусқа іргелес жатыр. Демек, іргелес жатқан катет. Енді біз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы ол бізде косинус альфаға тең. Іргелес жатқан катет, гипотенуза, альфа бізде қазір 60 градусқа тең. Сонда біз косинус 60 градус тең болады fx, x осіндегі күштің проекциясы, бөлу f. F күшіміздің өзі, мысалы, 10 ньютон. 10 ньютонға бөлеміз. Косинус 60-тың мәні, қанша? 2-ден 1 тең болады fx бөлінген 10 ньютон. Осы жерден fx табамыз. 10 ньютонды ары көбейтеміз. 10 бөлу 2. Сонда fx тең болады 5 ньютон. Демек, 10 ньютон күштің x осіндегі проекциясы ол тек қана 5 ньютон екен. Енді ары қарай тағы бір мысал қарастырайық. Мысалы, төбеде бір құс ұшып бара жатыр. Бүйтейік. X ойсам, мұнда Y ойсам, бір торғай жерде қонып тұрған бірден тұрақты жылдамдықпен жоғарыға ұшып бара жатыр. Міне торғайдың жылдамдығы V. Торғай 5 метр секунд жылдамдықпен ұшып бара жатсын. Енді төбеден күн түсті, дәл төбемізден күн түсті. Торғай ұшып бара жатқан кезде оның жерге көлеңкесі түседі. Торғай кетіп бара жатыр, жерге көлеңкесі түсті. Торғайдың өзі 5 метр секунд жылдамдықпен ұшып бара жатыр. Былай қарай. Көлеңкесі де қандай да бір жылдамдықпен қозғалу керек. Как раз осы көлеңкесінің x осіндегі көлеңкесінің жылдамдығы бізде мына v жылдамдықтың x осіндегі проекциясы деп аталады. Демек, мына жылдамдықты x осінде проекциялаймыз. Проекциялау үшін перпендикуляр түсіреміз x осіне. Перпендикуляр түсті. Енді мына вектордың басы, мына бізде соңы, демек бізде vx мынау. Так. Көкжиекке мысалы қанша? 60 градуспен дей берейік енді. 60 градус бұрыш жасап ұшып бара жатқан 5 метр секундпен. Көлеңкесінің жылдамдығы қандай деген сұрақ болады. Тікбұрышты үшбұрыш қайтадан іргелес катет, гипотенуза, қайтадан косинустың анықтамасы. Косинус 60 градус дегеніміз бұл жағдайда іргелес катеттің гипотенузаға қатынасы болады. Ары қарай іргелес катетті табамыз. Vx тең болады, v көбейтілген косинус 60 градус. Ары қарай vx тең. Жылдамдық бізде 5 метр секунд. Оны көбейтеміз косинус 60-ға. Косинус 60-ға мәні бізде 2-ден 1. Сонда бізде мәніміз 2,5 шығады. 2,5 метр секунд. Демек, мына торғайдың ұшып бара жатқан құстың көлеңкесінің жылдамдығы 2,5. Құстың өзі 5-пен кеткен. Осындай жағдайларда біз тригонометриялық функцияларды пайдаланады екенбіз.